Есім Гүлназ Қадыр болат. Қазөнер жеке кәсіпкерлігінің жетекшісі болып табылам. Осы жерде шағын өндірісті ұйымдастырғалы 3 жылдай болып қалды. Бастапқыда біз былғары бұйымдар жасаумен айналысқан болатынбыз, бірақ оның белгілі бір қиындықтары, кәсіби мамандардың тапшылығы себепті біз кішкене нарықтың басқа жағына қарай ығысып, сандық өндірісімен де айналысып көрдік. Заманауи қазақы нақышта оюмен өрнектелген заманауи пәтерлерге сай үйлесетін сондай сандықтар өндірісімен біраз уақыт айналыстық. Ол жерде де маманның тапшылығына тап болдық. Ол жерде де біраз қиындықтарға тап болдық. Сондай-ақ Қазақстан бойынша ол өте габаритный зат болғандықтан жеткізу жағы да бізге біраз қиыншылық тудырды. Содан жалпы Қазақстанға жеткізуі жеңілдеу, логистика жағынан қиындық тудырмайтын, одан кейін сұранысы әлде қайда жоғарырақ бағытты негізгі бағытымыз ретінде алып қарастырдық. Бастап көріп едік, бастапқыда шежіре, яғни әрбір қазақтың төрінде өзінің төл тарихы ілініп тұрсын деген мақсатпен шежіре жасап көрдік. Ол жалпы халқымыз үлкен ықыласпен қабыл алған себепті осы іске білек сыбана кірістік десек болады. Бұл жердегі басты бір айырмашылық біздің солтүстік аймақтан көрі оңтүстік және батыс аймақтары, Астана қаласы, сол аймақтардан осы өнімге сұраныс жоғары десек болады бүгінгі күнде. Және де ал енді өзіміздің қалаға келетін болсақ, Павлодарға, солтүстік аймақтарға келетін болсақ, шежіренің кішкене қолжетімдірек түрлерін таңдайды. Бүгінгі күнде енді өндірісті ұлғайту, кеңейту мақсатында жұмыс орындары ашуды қарастырудамыз. Қазіргі уақытта бізге ер азаматтар, жұмыс жасайым, осы қол өнерге үйренем деген азаматтар болса, біз қуана қарсы алып, оны осы қолөнердің осы түріне баулып үйретуге дайынбыз. Сондай-ақ әрбір қазіргі заманауи кәсіпкерлікті жүргізудің өзінің бір қыр-сыры бар ғой, ерекшелігі бар. Ол дегеніміз сату бөлімі. Осы сату бөліміне де бізге сауатты қыздар болса тамаша болар еді. Себебі әрбір өнімді тапсырысты қабылдап, оны мына жерде өндірісте жүзеге асырып, оны кейін клиенттің көңілінен 100% шығатындай қылдырып қолына жеткізіп беру, ол сату бөлімінің, жеткізу бөлімінің міндеті. Осы жерде бізге мамандар қазіргі күнде аса қажет болып тұр.